Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге оңай жасалынатын шие пирогының рецептімен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бірінші ұнымызды ситодан өткізіп аламыз. Разрыхитель салып араластырамыз. Салқын сары майды салып ұнға былғаймыз. Майымызды ұнға жақсылап араластырып аламыз. Келесі енді жұмыртқа, шекер салып, шекері ерігенше венчикпен араластыратын боламыз. Дайын жұмыртқаны ұнға салып араластырамыз. Міне осы видеода көрсетілгендей етіп тестімізді дайындаймыз. Тестіміз дайын. Енді табамызды алып, үстіне пергамент қағазын жаямыз. Тестімізді екіге бөлеміз. Көп бөлігін табамызға салып, пирогтың пішініне келтіреміз. Ал қалған кішкене бөлігін пирогтың қазір бетіне жабуға алып қаламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Шиені сүйегінен тазартып аламыз. Шиені толықтай сүйегінен тазартып алдым. Енді осыны тестіміздің үстіне салып шығамыз. Шиелерді толықтай салып шықтым. Енді үстіне шекер, крахмал сеуіп шығамын. Оны жаймен қасықпен араластырамын. Тестіміздің қалған бөлігімен пирогтың бетін жауып шығамын. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын. Осы пирогты пісіріп, үй іштеріңізді қуантсаңыздар болады.